Сәлем достар, бүгін банан туралы пайдасы мен зияны туралы айтатын боламыз. Ал кеттік. Банан жалпы бұл депрессиямен жүрген кезде күресуге көмектеседі. Оның құрамындағы трифтофан заты бар. Бұл трифтофаннан қуаныш гормоны серотонин кездеседі. Сондықтан бір банан жеп, көңіл күйді айтарлықтай жақсартуға болады. Банан емдегі аллергияны тудырмайтын жалғыз ғана жеміс. Тіпті жас нәрестелерде бананнан ешқандай гиперсезімталды, яғни аллергияның көрсеткішін бермейді. Сүйектерді қатайтады. Бананның арқасында ағзадағы кальций жиналып тұрады. Қалыпты жағдайда кальцийді минералды заттармен сыртқа шығарып кетіп отырады. Ал банан әсерінен керісінше кальций жиналып, сүйектері қатайтуға тырысады. Бұл әсіресе кофе ұнататын адамдарда пайдаланады. Себебі кофе керісінше ағзадағы кальцийдің шығарылуына септігін тигізеді. Ішек микрофлорасын жақсартады. Банан құрамындағы ферменттер арқасындағы ағзадағы түскен пайдалы заттар әдеттен қарағанда жылдамырақ сіңіреді. Іш қату, яғни іш қату кезінде адамдардың банан өте пайдалы жеміс. Әрдайым банан жеу іш қатудан мықты қорғаныш болып табылады. Банан ағзадағы изжога секілді жағымсыз жағдайларда құтылуға да себеп болады. Асқазан жарасы. Банан жегеннен кейін ол асқазан шырышы қабатында соның әсерінен қышқылды агрессивті заттардан асқазан шырышына зиян тигізе алмайды. Әсіресе асқазан жарасымен ауыратын адамдар үшін пайдасы өте зор. Себебі асқазан әртүрлі бөлменде орналасқан жараларды жауып, қышқылдан қорғанған сайын оның жазылуы жылдамырақ болады. Диарея кезіндегі көмек. Диареядан да зардап шегетін банан жеу ұсынылады. Бұл жақсы қалпына келтіргіш болып табылады. Көп жүріп, физикалық жаттығулармен айналысып, спортпен айналысатындар үшін де бұл бұлшықеттің сақтайтын қасиеті бар. Онан банан құрамында кальций бұлшықетке әсер етеді. Ісінулер. Бананды жиі жеу ағзаға ісінулер артылады. Энергия көзі, яғни спортпен шұғылданбас бұрын банан жеп алыңыз. Және де оның банан құрамындағы кальций бұлшықетке өте әсер зор болып көрсетеді. Ас қорыту жүйелерін жақсарту. Банан құрамында пектин, хелат тәрізді заттар ағзадағы токсиндер мен басқа да зиянды заттардың шығарып, асты жақсы қорытылуына алып келеді. Анемия. Қаны аз үшін бананды таптырмайтын тағам. Оның жұмсақ затындағы темір мөлшері айтарлықтай көп болуы анемиясы бар адамдардың тағам рационына қосуға бірден-бір себеп болып табылады. Жүрек ауруы. Банан құрамында көп кальций қан тамырларының жағдайын жақсартып, инфаркт, инсульт пайда болуының жиілігін азайтады. Иммунитет. Банан бар антиоксиданттары және амин қышқылдарын ағзадағы қолайсыз факторлардан қорғап, қорғаныштық қасиеттерін, яғни иммунитетті жоғарылатады. Бүйрек. Банан бүйрекке оң әсер көрсете алады. Пайдалы заттар, микроэлементтер бүйрек қызметіне көмектесіп, құм немесе тастан арылуға көмегін тигізеді. Жүрек айну. Банан жүрек айну немесе жүктілік токсионды кезінде көмектесетін ғажап тағамдардың бірі. Жәндіктер шаққанда қышу, яғни банан қабығын жәндік шаққаннан кейін пайда болғаннан қышуы жақсы көмектеседі. Қабығын ішкі жағына қарай біраз уақыт қойса, нәтижесі бірден байқалады. Ыстықтан қорғаныш. Банан дене температурасын қажет кезде төмендету қабілеті бар. Бұл әсіресе күн ыстық кезде, қызба кезінде пайдаланады. Ақыл-ой қызметін жақсарту. Жоғары мөлшерде калий адамды жаңа ақпараттан алып, танып білу жағына қолайлы жағдай жасайды. Бұл әсерге көптеген пайдасы тиеді. Ішкі жағына қарай біраз уақыт қойса, нәтижесі бірден байқалады. Ыстықтан қорғаныш. Банан дене температурасын қажет кезде төмендету қабілеті бар.
Бұл әсіресе күн ыстық кезде, қызба кезінде пайдаланады. Ақыл-ой қызметін жақсарту. Жоғары мөлшерде калий адамды жаңа ақпараттан алып, танып білу жағына қолайлы жағдай жасайды. Бұл әсерге көптеген пайдасы тиеді. Бананның енді піскен шағы. Жасыл банан піскен сары бананнан қарағанда талшық 20 есе көп болады. Талшықтың қабықтасқан формасы адамның ағзаға тез қорыта алмайды. Басқа банандарға қарағанда жасыл бананның қорытылуы баяу жүреді. Демек, ағзадағы глюкоза баяу барады деген сөз. Қанға қан түсіп кету деген болмайды. Жасыл бананның іштегі пайдалы бактериялардың көбеюіне пайдасы жақсы. Қоңыр банан. Піскен бананнан біраз тұрып қалса, қоймалжың қоңыр түске бөленіп, нағыз нәрлік затқа айналады. Қоңырқай бананды бәріміз көрген болармыз. Мұндай банан қант өте көп болады. Бұл табиғаттың өзі берген тәтті. Қоңыр банан ең тәтті жемісті. Назарларыңызға рахмет. Тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Сау болыңыздар. Сәлем достар, бүгін киви туралы айтатынымыз боламыз. Киви бұл тек дәмді ғана емес, сонымен қатар денсаулығымызға керекті нағыз пайдалы жеміс болып табылады. Бұл жеміс киви құсының құрамында пайдалы болып танылған. Яғни, осы кивиде орта пішінді 2 киви С витаминінің тәуліктік нормасын 230% өтейді. Онда апельсинге қарағанда дәрумендердің мөлшері 2 есе көп болып саналады. Ал С витамині ол иммундық жүйесін ынталандырады және стресске, басқа да жасқа байланысты процестерге қарсы тұруға көмектеседі. Сонымен қатар С витаминінің темірдің жақсы сіңіруіне, жаралардың жылдам жазылып кетуіне ықпал етеді. Киви жемісінде бұл ас қорыту, жүрек тамыр жүйесінің өте пайдалы болып келеді. Сонымен қатар бұл кивиде ұйқыны және де ондағы сандық жүйелерді жақсартады. Киви таңғы аста 1 киви жеуді қанды сұйылтатын аспирин секілді тиімді болып саналады. Сонымен қатар кивиді тұтынғанда жанама әсерлер болмайды және ол әлде қайда пайдалы. Тыныс алу үшін де пайдалы. Зерттеулер өткендей, кивидің құрамында С витамині болғандықтан, ол тыныс алу органдарында ауыртпалықты жеңілдетіп, қырылдаудан, жөтелден, яғни қырылдап, жөтеу, демігуден арылтады екен. Көру қабілетінде жақсартады. Кивидің құрамында жақсы байланысты болатын, көру қабілетінің айырылуға жол бермейтін көптеген дәрумендері бар. Сондықтан кивидің құрамында ол заттың жетіспеушілігі көру қабілетіне әсер етеді. Кивидің құрамында жасқа байланысты болатын көру қабілеті айыруға болады. Яғни кивидің құрамында көптеген денсаулығымызға да сымбатына назар аударатындай жақсы бағалайды. Оның құрамында калория аз және май жоқ. Дегенмен киви ас қорыту жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті талшықтарға бай. Сонымен қатар кивиді жүкті әйелдер үшін қажетті жеміс. Оның құрамындағы жатырдағы қан жасушаларының өндіруге қажетті фолий қышқылы өте көп. Бұл жеміс еркектерге де пайдалы. Яғни кивидегі амин қышқылдарының аргининді иммунопатогеналды емдеуі алдын ала қолданылады. Кейбір адамдар киви аллергиялық реакция болуы мүмкін. Көп жағдайда кивиді тым көп мөлшерде жейтін адамдарда дененің түршіккенуі, аллергияның түрлі дамиды. Киви қаншалықты пайдалы болса да, осы жемісті асыра пайдалануға болмайды. Киви жемісін көп жеу ісінуге де алып келеді. Кейбір жағдайларда оның ісінуден бөлек кивиді көп мөлшерде жеу оған демікпе, бөртпе, дененің қызаруы, ауыз қуысының шырыштарының қабынуының тітіркенуіне алып келеді. Және де кивиді шамадан тыс қолдану тағамдық аллергия синдромдарын дамытады. Мұндай жағдайда адамның ерні, тілі, шыршы қабаты ісініп кетеді. Піскен киви қатты, жұмсақ, терісі әжімсіз және жарықсыз болады.
Жеміс тым жұмсақ болса, дымқыл дақтар бар. Содан киви өте піскен, нашарлай бастайды. Ал қатты жемістер әлі піспеген. Бұл кезде қышқыл және дәмсіз болады. Киви ұзақ мерзімді жеміс емес. Бөлме температурасына піскен киви 5 күн ішінде нашарлап кетуі мүмкін. Тоңазытқышта сақтауға мерзімін ұзартуға болады. Бұған дейін жемістерді жуу қажет жоқ. Содан кейін олар шамамен 2 апта бойы жатып қалады. Сондай-ақ жасыл киви сатып аласыз. Олар тоңазытқышта бірнеше айда бойы бұзылмайды. Қолданар алдында олардың пісуіне рұқсат етіңіз. Алма немесе бананмен бірге қағаз пакетке орап, бөлмеде бірнеше рет қалдырыңыз. Басқа жемістерден бөлінетін элепетті түзуді тездетеді. Кивидің медицина саласында қолданылуы. Жеміс қышқылдары мен оның көп мөлшерде пайдаланысы киви косметологияда да және де маскаларының құрамдас бөлігі ретінде де белгілі. Киви теріні тазартады және ол өлі тері жасушаларын кетіруге көмектеседі. Сондай-ақ бұл жеміс теріні қатайтуға және де жақсартуға көмектесетін табиғи коллагенді қамтиды. Кивидің құрамында белоктардың сіңісуін жақсартатын актидинді заты бар. Сондай-ақ киви немесе оның сығынысы ас қорытуды жақсарту үшін әсер ететін сүт өнімдерін көп жегеннен кейін ұсынылады. Сондай-ақ киви жемісі қанды сұйылтатын аспиринге де балама болатын дәлелденген. Киви қан ұйғыштарының пайда болуының қаупін азайтады. Бұл жүрек қан тамырлар ауруына пайда болып келеді. Киви тамаққа пайдалануға болады дейді. Яғни киви бір мезгілде бірнеше жемісте түсіретін жарқын дәмді арқасында тәтті тағамдар болып келеді. Одан желе, бәліш, муз дайындауға болады. Шоколадтағы киви бұл мерекелік және пайдалы тағам. Жеуге ыңғайлы болу үшін киви шеңберінде балмұздақ таяқшалар немесе шашлықтарды қолдануға болады. Шоколадты бөліктерге бөліп, кремді құйып, микро толқынды пеште су немесе ваннасында ерітіңіз. Қайнатуға жол бермеңіз, әйтпесе шоколад қатып қалады. Киви қабығын ашып, әрқайсысын 8 мм қалың шеңберлікке кесіңіз. Таяқшаны салып, әрбір киви шеңберінің жартысын шоколадқа ертіп батырыңыз. Бірден жаңғақтар немесе көкөніс жаңғақтағанды контейнердік ұнтаққа себіңіз. Шоколадты қатайтып, үстелге қызмет етіңіз. Киви мармаляды. Піскен кивидің қабығы текшелерге кесілген блендер немесе ұсақтағыш пюре ретінде қант, лимон, яғни ондағы гель агенттікті қосыңыз. Киви бұл есте сақтау қабілетін жақсартуға пайдасы зор. Және аузында ауырсыну, құшу сезімі пайда болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басыңыз. Қалдарың қалай балақайлар? Балаларға пайдалы арнасына қош келдіңдер. Бүгін түстерді қазақша, орысша және де ағылшынша үйренеміз. Қызғылт, розовый, пинк, сары цвет, желтый, веер, қара, черный, black, қызғылт сары, оранжевый, оранжи, қоңыр цвет, браун, күлгін, фиолетовый цвет, пупле, көк цвет, синий, блеу. Сәлеметсіңдер ме балалар? Ілгіш, четко, шербет, шалбар, шкаф,
şelek, şansorğuş, şäйнек, şana, şanышкы, чемодан, халат, халва, фри, фломастер, фен, üstel, untayak, ötük, oşak, uştağış, унитаз, торт, теледидар, тарелки, тоңазытқыш, тарақ, терезе, тосап, төсек, сурет, сабын, сыпырғыш, сусабын, süt, smartphone, saat, səbəz, süzbe, pult, planshet, piyaz, poyuz, perde, pizza, bıçak, oqtau, oramal, orunduk, өшіргіш, ноутбук, нан, мотоцикл, мейіз, май, морон, маракас, лимон, қалам, қуыршақ, қияр, қарындаш, қырыққабат, қайшы, қызанақ,
қасық, қарбыз, кілем, картоп, ксилофон, кеме, комод, кілт, көрпе, кесе, көйлек, кереует, көкпияз, йогурт, желім, зефир, зырылдауық, ине, жейде, жастық, жұмыртқа, жүзім, есік, ермексаз, етік, жедел жәрдем, доп, диван, домбыра, велосипед, ванна, гитара, гүл, бал, банан, бас, балық, бауырсақ, әже, алмұрт, автобус, алма, ағаш. Балақай, біздің каналымызға жазылуды ұмытпа. Мен сені күтемін. Пока. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыз әліппе және де әріптерді қайталаймыз. Менімен бірге қайталап отыр, балақай. А. Арыстан. Әтеш. Б. Бақа. В. Велосипед. Г. Гүл. Ғ. Ғарышкер. Д. Доп. Есек. Ю. Матрешка. Ж. Жылан. З. Зымыран. И. Ит. И. Йогурт. К. Кілт. Қ. Қасқыр. Л. Лақ. М.
мысық, нан, шаңғы, орындық, өрік, піл, робот, сағат, түйе, уылдырық, ұшақ, үйрек, фотоаппарат, хат, айдаһар, цирк, чемодан, шырша, щетка, мягкий знак, подъезд, ыдыс, ірімшік, черный знак, коньки, эскимо, аю, яхта. Және де балалар 10-ға дейін санап үйренеміз. Түстерді айырамыз. 1. Ақ түсі. 2. Қызыл түс. 3. Көк түс. 4. Розовый түс. 5. Жасыл. 6. Сары. 7. Көк. 8. Морковный цвет. 9. Баклажановый цвет. 10. Қара свет. Молодец, балалар, сау болыңдар. Ассалаумағалейкум, денсаулыққа пайдалы арнасының көрермендері. Лайк басып, подписаться етіп отырыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз қарбыздың пайдасы туралы айтылады. Қарбыздың қандай пайдасы бар? Тәтті де хош иісті, шырынды қарбыз кімнің де болса жаз мезгілінде сүйікті тағамы екенін білеміз. Қарбыз негізінен біздің ғана емес, біздің ағзамызға да ұнайды екен. Қарбыздың антиоксиданттары өте көп. Қарбыздың бір тілімі өзі бір күндік С дәруменін құрайды. С дәрумені ағзамызға түрлі инфекциялардан төтеп беруіне көмектеседі. Қарбыз күйзеліске көмектеседі. Тәттілігі мен шырыны көп болуынан ғана емес, қарбыз психоэмоционалдық қажеттілігі өте көп. Бета-каротин. Қарт кісілерге қарбыз жиі жеп тұруға кеңес береді. Қарбыз ракты алдын алады. Құрамында ликопендері көп. Қарбыз рактың алдын алады. Кеуде рагы, өкпе, простатит, асқазан жолдары рагын сақтайды. Қызанақтың құрамында ликопен болуымен рекорд жасаған. Қарбызда ликопен 60%-ға көп келеді. Сонымен қатар ликопен қан тамырларының ауруына көмектеседі. Қарбыздардың құрамында жас ұнтақ көп, бір күнде адам көп жейтіні анық. Ағзадан токсиндерді шығарады, ал зәр айдау қасиетке ие. Ағзаға түскен ортақ сұйықтықтарды ашулап шығарады. Қан тамырлары жүйесін
нығайтады, иммунитеттің жүйесін күшейтеді. Ал мұндай қасиетке құрамында цитрумен ие болғандықтан қарбыз салмақты бір қалыпты ұстауға көмектеседі. Калориясы өте аз. Ал сіз осы жазда қарбызды жиі жедіңіз бе? Сау болыңыздар. Ассалаумағалейкум, денсаулыққа пайдалы арнасының көрермендері. Лайк басып, подписаться етіп отырыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз құлпынайдың пайдасы туралы айтамыз. Құлпынайдың жарыққа құмар өсімдік болғандықтан күн нұры мен суды көп қажет етеді. Көптеген дәрілік және тағамдық қасиеттері ерекшеленген. Құлпынай құрамында тек сахаридтер ғана емес, сонымен қатар фолий қышқылы, В және С витаминдері бар. 100 грамм құлпынайда құрамында 37 килокалория болады. Атляр склероз және әртүрлі ішектің дисфункциясы сияқты ауруларға өте пайдалы өнім. Құлпынайдың пайдасы және емдік қасиеті. Дәрумен жетіспеушілігіне өте пайдалы. Холестеринді түсіреді. Тамырдың бітелуін алдын алады. Қартаю процесін тежейді. Антиоксиданттар өте көп. Қан аздығына көмектеседі. Иммунитетті күшейтеді. Асқазан ауруына адамдарда өте пайдалы. Өйткені микробқа қарсы қасиеттері жоғары. Жүрек қан тамырларын қорғайды. Ішек ауруларын кетіреді. Ауыздағы жағымсыз иістерді кетіреді. Тіс еттерін нығайтады. Денедегі улы заттарды шығарады. Бүйрек аурулары мен ревматизмге пайдалы. Сапалы құлпынайдың табиғи иісі болады. Иісі шықпаса, жидектің химиялық жолмен өсірілгені болады. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сау болыңыздар. Лайк басып, подписаться етіп отырыңыздар. Денсаулыққа пайдалы арнасына қош келдіңдер. Менімен бірге қайталап отырыңдар, балақай.
Alma. Almor. Banan. Kiwi. Ananas. Mandarin. Arbuz. Kulpunay. Limon. Tanquray. Granata. Cözüm. Şiye. Şiye. Börek. Ananas. Greyfurt. Sebez. Kızanak. Agurtsi. Pomidor. Boruş. Kartoşka. Baklajan. Piyaz. Jügere. Askabak. Uram yaprak. Чеснок. Боршак. Sanrau kolak. Nan. Жұмыртқа. Sır. Ірімшік. Ет. Bal. Balık. Samsa. Süt. Bağırsak. Sağ bolunlar balalar. Біздің kanalımızda жазылуды ұмытпаңыздар. Ассалаумағалейкум, денсаулыққа керек арнасының көрермендері. Лайк басып, подписация етіп отырыңыздар. Бүгінгі айтатын тақырыбымыз тары және де тарының денсаулыққа пайдасы туралы айтамыз.
Тары біздің ағзамызға қалай әсер етеді? Тарыны үнемі тұтынудың 5 себебін ұсынамыз. Тарыда адам ағзасына керекті микроэлементтер жетерлік. Бүйрек пен зәр айдау жұмысын жақсартады. Әсер етеді. Тары бүйрегімізге қалай әсер етеді? Бүйректегі қабынуды алдын алады. Бүйректегі майда тастарды шығарады. Бүйрегімізде майда тастар болса, міндетті түрде дәрігерге қаралу қажет. Тағы да зәр айдау қызметін жақсартады. Зиянды сұйықтардан арылтады. Ағзамыздағы тазалау керемет құрал минералды қызмет фосфор, калий, темір, марганец, Б тобының дәрумендері жүйке жүйесін бір қалыпты ұстауын, ол фтор, теріні және шашты тісті қатайтуды көздейді. Қазіргі кезде тез дайындалатын тағамдарға жиі жүгінеміз. Қазіргі кезде ораза айында ғана тарыны тұтынамыз. Ал сіз тарыны жейсіз бе? Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сау болыңыздар. Лайк басып, подписаться етіп отырыңыздар. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Денсаулыққа пайдалы арнасына қош келдіңіздер. Лайк басып, подписаться етіп отырыңыздар. Бүгін шайдың пайдасы туралы айтамын. Шайды шаршап шалдыққанда көңіл көтеріп, әсіресе таңертең ішкен кезде ұйқың ашылып, және деніне сергек рахатқа бөлейді. Шай шығыс халқының, соның ішінде Қытай мен Индияға бұдан мыңдаған жылдар бұрын белгіленген болған. Олар алдымен өз бетімен шыққан жабайы шай жапырақтарын суға салып, бояулар шығарып, сан алуан ауруға ем үшін дәрмектер жасап пайдаланған. Бертіннен келе шай күнделікті ішетін сусынға айналды. Оның бірнеше сорты егіліп, және де бірнеше сорты шықты. Ал шай ішу шығыс халықтарының Орта Азия халықтарына тарай бастады. Шайдың арғы тегі Қытайда шыққан дейді. Шай деген сөзді өзі қытайлықтар цай, деген сөзіне таратқан көрінеді. Ал цай қытайша жас жапырақ деген сөз екен. Шайдың және байхы деген сорты бар. Бұл да Қытайдан байхон деген сөздің аудармасы екен. Біздіңше ол ақ кірпік деген мағыналы береді. Шай жапырақтары күмістей жылтыраған ақ кірпіктей қылтанақтары мен көмкерілеп, шай жапырақтарын түр-түрін байхы аталатын себебі осы. Қытай монахтары шайды сусын десе, дәрігерлер емдік дәрі деп атаған. Шайды Еуропада бірінші рет Голландтағы ғасырлар бас кезінде Россия, Орта Азия және Моңғол халқы достық қарым-қатынас жасап тұрған. Россия патшасы Михаил Романов 1638 жылы Моңғол ханына сыйлыққа жібереді. Патшадан келген бағалы сыйлықтар жауап ретінде Моңғол ханына оған 200 қорап шай жөнелткен. Әуелгі кезде шайды әрі оның қолданып, кейінгі кезде сусын ретінде іше бастаған. Сөйтіп Ресей патшасы орыс көпестеріне шай алып келуін
талап етеді. 1669 жылы Пекинге әдейілеп жіберілген патшаның чиновниктары Россиядан шай егуге қолданамын дейді. Өйткені олар шай Россия жерінде шықпайтынын біледі. Біздің өңірімізде шай көпшілік ішер сусын ретінде, ал басқа жақта шайды дәрі-дәрмектер жасау үшін пайдаланған. Совет өкіметі орын алғаннан кейін біздің елімізде шай шығаратын өндірістер орындары көптен ашыла бастады. Шай ішу бұқара арасында кеңінен тараған. Соған байланысты әлемде, әсіресе Қытай, Жапония. Ассалаумағалейкум, денсаулыққа пайдалы арнасының көрермендері. Лайк басып, подписаться етіп отырыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз ас содасының пайдасы туралы айтылады. Ас содасының пайдасы. Ас содасын құрғақтай ауызға салуға болмайды. Ауызды күйдіріп, ойып жіберуі мүмкін. Тек қана суға ертіп, араластырып ішуге болады. Ас содасы жүректің қан тамырлары қатты соққан жағдайда жарты шай қасық ас содасын тілдің астына салсақ, жүрек дүрсілін қалпына келтіреді. Тамақтан уланған жағдайда, қан кеткен жағдайда ішу керек. 1 литр қайнаған суға жарты қасық соданы тұзға араластырып, ертіп 5 минут сайын аз-аздан ішсек жетеді. Егер ангина іссе, 1 литр қайнаған суға 2 қасық салып, күніне 5-6 рет шайсаңыз, сонда тамағыңыз ісігені, қызарғаны тез басылады. Жөтел пайда болса, ас содасы пайдаланыңыз. 1 стакан сүтке 1 қасық ас содасын араластырып ішіңіз. Жөтеліңіз кетеді. Егер сүт ішпесеңіз, сүттің орнына қайнаған суды пайдалануыңызға болады. Салқын тиіп, мұрныңыздан су аққан жағдайда, ас содасын ертіп, күніне 5-6 рет тамызсаңыз болады. Көзіңіз бұлшықтанып, ашылмаған жағдайда, ас содасын ертіп, мақтаны матырып, көзіңізді сүртсеңіз, көзіңіз ашылады. Бір жеріңізді жарақаттап, ол іріңдеп кеткен жағдайда, ас содасын суға араластырып, саусағыңызды матырып отырсаңыз, саусағыңыздың іріңі де жазылады. Қолтықтан шыққан иіске де көмектеседі. Қолтықтан шыққан иіске 1 стакан суға 2 қасық ас содасын салып, күніне 1 рет мақтамен сүртіп отырсақ, қолтықтың иісі де кетеді. Аптасына 3 рет бетімізді жусақ, бетіміздің терісі де жасарады. Аяғыңыз талып шаршасаңыз, 10 литр суға 5 қасық ас содасын салсаңыз, аяғыңыз демалып, жақсарып қаласыздар. Сау саламатта болыңыздар.
көбісі алғашқы айларда іші желеніп қатты ауырсынады. Бірінші сәбидің алғашқы айлары әлі ішектері дұрыс дамымағандықтан желі шығара алмайды, іште шаншу тудырады. Екінші, баланы дұрыс емізбегендігінен және баланың аузын емшек ұшына толық жаппай ауа кетеді. Үшінші, ананың дұрыс тамақтанбағандықтан жеміс-жидектер, газ, тағы да басқа дәнді дақылдар, горох қолданғаннан баланың іші ауырады. Төртіншіден, баланың ағзасына сай келмейтін смес бергендіктен. Баланың ішінің желін алдын алу үшін ең алдымен біз баланы дұрыс емізуіміз керек. Ауа кетіп қалмауы керек. Және де баланы еміз болған соң тік қалып ұстап кекіртуіміз керек. Өзіміздің тамағымызды дұрыстау керек. 2-3 айға дейін диета ұстауымыз керек. Яғни көкөністер, жеміс-жидектер, газ, тағы да басқанда сулы, газ алған сусындар, кофе, шай ішпеуіміз керек. Және зиянды заттар қолданбау керек. Келесі, баланы кіндік рижасы. Кіндік рижасы бұл кіндік сақинасының кеңейіп кетуі деп айтылады. Кіндіктің сыртқа қарай шығып томпайып кетеді. Кіндік рижасының өзі екіге бөлінеді. Туа біткен пайда болатын және жүре пайда болады. Туа біткен ол 2-3 айға дейін созылады. Ал жүре пайда болған ол өмір бақи жалғасады. Кіндік рижасын массаж арқылы емдеуге болады. Егер қызық болса, лайк басып, подписаться етіңіздер. Гипоксия дегеніміз ағзадағы оттегі жетіспегеннен туындайды. Ағзадағы оттегі жетіспеген дәрежесінің Оккар шкаласы бойынша анықтаймыз. Яғни нәресте 8, 9, 10 балл көрсеткіш жағдайда өте жақсы дегенді білдіреді. Ал 7, 6 балл гипоксиясы бар жеңіл формуласы болып саналады. 5, 4 балл болғанда екінші дәрежелі, орта дәрежелі болып саналады. 3, 4, 2, 1 балл бар гипоксия ауыр дәрежелі болып саналады. Жалпы гипоксиясы бар балалар оларға тағайындайтын емдер массаж арқылы жасалады. Гипертонус дегеніміз бұл бұлшықет тонусының шамадан тыс жоғары болуы, яғни тонусының қатты болуы. Гипотонус дегеніміз бұлшықет тонусының шамадан тыс төмен болуы. Ал норма тонус деген бұлшықет тонусының қалыпты болуы, немесе дені сау деген бала. Дистонус дегеніміз бұлшықет тонусының бірдей болуы, яғни бұлшықеттің кейбірі әлсіз, қалғаны өте жақсы дегенді білдіреді. Гипотонус белгілері: бала басын көтермейді, әлсіз, уақытылы отырмайды, кешіреді. Қол аяғы екі жағы қарсы жатады. Гипертонус баланың қатты болады, яғни қолдарын ашпайды, басын артқа шалқақтата береді. Баланың қолын ұстаса тез жүреді. Жалпы осы емдердің бары массаж, ЛФК диагноз бойынша физиоем дәрігер тағайындайды. Гипертонусы бар балалар және оларға ЛФК жаттығулары қолданылмайды. Дисплазия дегеніміз өзгеріс деген мағынаны білдіреді. Яғни жамбас сан буынының дисплазиясы дегеніміз ортаң жілік, жамбас сан, ұршықтың осы үшеуінің біреуінің өзгеріске ұшырауы. Бұл тірек қимыл жүйесінің назарында болатын кемістіктің бірі. Мұнда ортан жіліктің шығып кетуі немесе соған бейім болып келеді. Яғни алғашқы ұрықтану кемістігінің ұрықтанған алғашқы жасушаның дұрыс жетілмеуі. Екінші, жамбас сан буынының қабыну теориясы, яғни іштегі баланың жатырдағы ондағы судың азығында туындайтын механикалық қысымға алып келеді. Ағзаның толық жүктелмеген дәнекер тіндерінің дисплазиясы ол жамбас сан буынынан тұратын буындар алғашқы ет, яғни сіңір, сүйек осы беттерінің үйлесімдігінен туындайтын дисплазиясы. Ол ер балада да, қыз балада да бір жақты сан сүйегінің ұршықтың екі жақ сан сүйегінің шығып кетуі кездеседі. Яғни әйел адам босанар кезде бөксе жағынан келіп қалғанда, жала туған кезде дисплазия кездеседі. Дисплазия тазобедренный сустав. Оның өзінің үш түрі бар: подвывых, предвывых, вывых. Предвывых дегеніміз ол жамбас сан бұлшықеттерінің болмауы, яғни кішкене шығып кетуі. Подвывых дегеніміз ұршықтың басының жамбас кесенесінен жартылай шығып орналасқан. Ал вывых дегеніміз ол жәнегі ұршық пен сан сүйегінің мүлдем шығып кетуі. Жалпы осы дисплазияның пайда болу себебі
ол тұқым қуалаушылық, әйел адамның жүктілік кезінде гормоналдық өзгерістері, баланың жамбаспен келуі және кальций жетіспеуінен анасының гинекологиялық аурулары болғанда, мерзімнен ерте туған кезде дисплазия кездеседі. Жалпы дисплазияны қалай анықтаймыз? Олардың складкалары төмен болуы, яғни бірі қысқа, бірі ұзын болуы, жамбас сан буының және аяқтары сықырлауы жүрген кезде, екі жақ бұтының санының ашылмауы және суретте көрсетілген фотошка фрейка бұл 3 айдан бастап 6 ай 9 айға дейінгі балаларға кигізеді. Яғни бұл дисплазияның бірінші степені кезінде қолданылады. Жалпы ортопед оны 3-4 айында нәрестеде дисплазия анықтаған мақсатында УЗИ-ға түсіру керек. 6 айдан кейін рентгенге түсіреді. Жалпы осы дисплазияда да жалпы массажда омыртқа бойынша массаж жасалмайды және банка омыртқаға қойылмайды. Осы дисплазияның өзі емдері, яғни қалай емдейміз? Оны массаж және ЛФК, витамины терапия, яғни дытырай беруіміз керек, физиологиялық терапияны парафин, электрофин, ортопедтік емі, яғни осы массаж арқылы ем болмаса, оны оперативті емге жүгінеді. Жалпы менің каналым сізге қызықты болса, тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Және артқы жағына жасамыз, енді алдыңғы жағына жасаймыз. Қыздырып аламыз денесін. Сипалап аламыз. Сипалап алдық қолымыздың ұшымен. Денесін қыздырып алдық. Енді вибрация жасаймыз. Қатты емес, жай көлемде ғана. Төменнен жоғары қарай жасаймыз. Жоғары жасаймыз. Қыздырып аламыз. Қыздырып алдық. Енді қолымыздың ұшымен, вибрация тұр. Бұны және аяғымыздың тура және жатқызғанда, бірақ керісінше аударып жатқызасыздар. Енді вибрация қатты ұрамызға болмайды. Жай ақырын шығамыз. Егер видеом қызықты болса, лайк басыңыздар. Сау болыңыздар. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі жаттығуымыз кез келген, яғни 3 айдан бастап, 2 айдан бастап, бір туғаннан бастап жасалатын жаттығулар. Яғни бұнда қақырын шығарсын, бала жүдеп тұрған кезде қақырын шығарсын арналған жаттығу. Ең алдымен қолымызды майлап аламыз, және майлап алған қыздырып отырамыз. Алдымызға тіземіз отырамыз, сол тіземіздің алдымызға бала жату керек, и басы төмен тұру керек. Қазір ұйықтап тұрған соң біз осылай жаттығуға тура келді. Қыздырып аламыз денесін. Бұл баланың қақырын шығару үшін, және танауындағы заттарды да шығару үшін арналған. Қыздырып аламыз. 1, 2, 3, 4. Қақырықтарын жібітеміз. Әрқайсысын 4 реттен емес 6 реттен қыздырып жібітеміз. Мен өзіме ыңғайлы жасап жатырмын. Қыздырып аламыз. Әрқайсысын жеке қыздырып, қақырықтардың шығуына көмек береміз. Ол қақырық сразу түспейді, 1-2 күннен кейін түсуі мүмкін. Және де қолымыздың ұшымен, яғни вибрация жасаймыз. Қатты емес, жай ғана. Жаңадан туылған балаларға қатты жасауымызға болмайды. Бүйрек жағына, бел жақ дегендерге тиіспейміз. Өстіп қақырған шығарамыз. Және де қолымыздың жанымен вибрация жасаймыз.
Аяғымыздың үстіне қоямыз ғой, ибай. 2, 3, 4, 2. Бір қолмен де жасасаңыздар да болады. Бірақ бүйрек жағына қатты ауруға болмайды. Осылай, иә, төрт рет және қолымыздың ұшымен апарып вибрация тоже. Біреуімен немесе екеуімен жасаңыз болады.